Так. Ой, тише. Мектепте ең үлкен қызмет атқаратын мектептің кітапханасы. Кітап баға жетпес байлық. Қазіргі балаларды білесіздер, кітапханаға көп келе бермейді. Көбінесе бізде бастауыштың балалары қызығып оқиды да, жоғарғы сыныптардың бәрі ана мобильді телефонменен көбінесе соған кетіп қалады. Бұрын отбасымыз аман болса, екінші денсаулығымыз мықты болса, ол мектепте жұмыс істеуге былай қарасаң қиын, бір жағынан қызықты және көп елене бермейді. Бірақ сіздердің еңбектеріңізбен білім керек. Сондықтан бірінші жаттығуымыз қан қысымына байланысты. Мына мойнымызды оңға бұрыңыздаршы. Оңға бұрған кезде мына бұлшық етті көріп тұрсыздар. Ұстаңыздаршы. Мына бұлшық етті. Оңға бұрыңыздар, мына бұлшық етті ұстаңыздар. Қалың болып тұрған бұлшық етті. Мына бұғана сүйекке жалғасқан бұлшық етті ұстаймыз. 2, 3, 4, 5. Ал енді солға қараймыз. Сол жағымызда 5 қараймыз. 1, 2, тұрып айналдырады екенбіз. Ол біздің қан қысымызды көтереді екен. Келесі. Ол мына екінші нүкте болып, ортаңғы саусақтың түйіспен жері, ең төбедегі нүктені бас бармен мазасыздық деңгейіңіз. Денсаулық зор байлық емес пе? Бай болады екенсіз. Әрқашанда сіздердің денсаулықтарыңыз зор болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, бай болыңыздар, сіздерге сәттілік. Мен баймын, мен бақыттымын, менде бәрі жақсы болады деген оймен сіздерге келесі іс-шараға жақсы көңіл күймен. Музейге саяхатқа барамыз, одан шығып кішкене шай ішеміз. Мысық дүкенге барады. Дүкенші маған сағыз беріңізші дейді. Дүкенші маған жұмыртқа алып келіп берсеңіз, мен сізге сағыз беремін дейді. Ол енді не істеп келе жатса, алдынан тышқанға жолығады. Тышқанға барады. Тышқаннан арпа сұрайды. кішкене уақытқа ғана күннің көзі көрмейді. Тез оқытыңыздар, сіз көп дәріс кет, әрғақта басындағы халықтың ескертулері дейді. Ол жерде ескерту болғанда жаңағы жас чемпионға жасалған ескертулер. 4-ші Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқыш деген кітабын оқыдым. Онда Жәнібек Батырды оқыдым. Жаңа естідіңіздер, Жәнібек Батыр Абыз Ақсақалмен амандасуға келгенде